Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біз әңгіме жүргіземіз су мәселесі бойынша. Демек, суды бұл енді бұл өмірдің несі ғой, ең тіреуіші. Сусыз өмір болмайды білеміз. Су бәр жерде өзінің үлкен маңызы бар судың. Енді біз бүгін әңгіме жүргізбекшіміз суды қазіргі современный Европа медицинасында қалай қолданады, или халық медицинасында қалай қолданады. Сол туралы әңгіме жүргіземіз сізге. Енді біз суды айтқан кезде суды қашан, қалай, қанша қолдану керек деген сұрауға жауап беруіміз керек бүгін. Енді қазіргі современный заманауи медицина алатын болсақ, су мәселесінде өте үлкен информация көп. Яғни судың құрамы, суды қалай ішу керек, қанша ішу керек, күнде неше литр ішу керек деген өте көп информация бар. Интернеттің барлығында информация бар. Бұл туралы барлығымыз таныспыз. Судан мысалы үшін отравление болған қандай болады, су ішпесе қандай болады, су ішкен жағдайда не өзгерістер кетеді, өте толық әңгімелер бар. Біз енді қазір бүгін айтпақшымыз сізге, біздің шығыс медицинада халық емдеуісінде, бұл су ішу мәселесі қалай көтерілген. Бұның үшін біз халық медицинасының теориясына біраз танысып өтуіміз керек. Бұл жерде халық медицинасының теориясында мижаз деген теория бар. Бұның екінші түсіншесі натура deyіледі, темперамент deyіледі. Сол туралы біраз айтып кетеміз. Екінші мәселе элементтер теориясы. 4 элемент бар. Үшінші мәселе одан кейін вкус, дәм мәселесі. Осы үшеуін айтып келсек, кейін суға тоқтасақ болады. Енді натура дегенде нені түсінеді? Натура дегенде бұл бүтін барлық, бүтін табиғат, бұл екі қарама-қарсылықтан тұрады. Бірінші, мысалы үшін ыстық бар, суық бар, су бар, құрықтық бар. Енді алатын болсақ, әйел бар, еркек бар. Бұлардың бәрі бір-біріне қарама-қарсы. Енді су бар, судың қарама-қарсы бұл өт болады, өт, яғни ыстықтық. Енді осы екі қарама-қарсылық күштер бір тоқтамға келген жағдайда бұны біз натура деп айтамыз, яғни мижаз деп айтамыз. Мижаз дегенде бұл екі қарама-қарсылық бұл бірін-біріне өте байланысты болады. Бірін-бірінсіз бұлар жасалмайды, бірін-бірін толтырып тұрады, бірін-біріне өтіп тұрады. Яғни осы қарама-қарсылықтан бүтін жердегі өмір осы қарама-қарсылықтың арқасында жүреді deyіледі. Яғни судың өзін алатын болсақ, су бұл барлық нәрсеге қорек болады, су бар жерде өсімдік өседі, адамзаттың өмірі сумен байланысты. Бірақ енді суды әрекетке келтіретін бұл от, яғни ыстықтық болады. Ыстықтық болмаса судың өзі ешқандай күшке кіре алмайды. Енді бұл жерде және бір 4 элемент деген теория бар. 4 элементті біз біраз түсінше беруіміз керек. Бұл жер, ауа, от, 4 элемент кіреді бұның ішіне. Енді бұл жерде және бір түсінше беруіміз керек. Бұл 4 элементтің арқасында адамның натурасы кеп шығады. Яғни бұл холерический дейді, сангвиник дейді, флегматик дейді, меланхолик дейді. 4-еуін алатын болсақ, бұлар осы мижаздың арқасында кеп адамзат құрылған. Адамның типологиясы деп аталады. 4 типология. Енді суды осы адамзаттың типологиясына қарап бізде береді халық медицинасында. Мысалы үшін холерикті алатын болсақ, холериктің ыстықтығы көп. Бұл өте суды көп талап қылады. Бұның натурасы ыстық, құрық болады. Енді екінші натураны алатын болсақ, бұл сангвиник. Бұның натурасы мижазы ыстық, қол дейді. Қол дегені бұл ыстық, сулы. Бұл екеуі активный ыстық мижазға жатады. Екіншісі бар флегматик. Флегматик дегенде бұл денесі суық и ылғал болады. Төртіншісі бұл құры және суық болады. Енді осы 4 темпераментке қарап, біз адамдарға суды ішу мәселесін айтуымыз мүмкін. Енді біз алатын болсақ, су барлық нәрсенің құрамына кіреді. Судың өзін алатын болсақ, сулар әртүрлі болады. Мысалы үшін халық медицинасында айтқан кезде суды бұлақтың суын ішу керек дейді. Бұлақ. Басқа суларды онша халық медицинасында адамға рекомендация жасамайды. Енді мысалы үшін бізде Сарыағаштың суы бар, Абайдың суы бар, біздің Шымкенттің суы ең таза сулардың біріне кіреді. Потому что Шымкенттің суы біздің таудан келеді бұл су. Өгемнен алынады бұл сулардың барлығы. Енді Сарыағаштың суын алсаңыз, оның дәмі әртүрлі болады. Енді Абайдың суын ішсеңіз, Абайдың жерден қазып алған суларын білсек, олар ішінде өте тұздың құрамы көп. Яғни олардың несін көретін болсақ, элементтерін көретін болсақ, олардың өте айырмашылығы үлкен болады. Енді сулар түрлі
араласумен келеді. Мысалы үшін пантан алсақ су, кола алсақ су, олардың бәрі адам организміне кіргеннен кейін адам организмінде өзгеріс жасайды. Енді біз алатын болсақ, осы 4 темперамент алайық біз. Холерик дедік, сангвиник дедік, флегматик дедік, меланхолик дедік. Енді бұлар суды қалай талап етеді? Холерик суды өте көп талап қылады. Бұл адамда постоянный аузында құры сезеді, организм оның ыстық болады. Енді сангвиник алсақ, ол тоже өзіне суды көп талап қылады. Бұл екі мижаздағы, екі натурадағы адам суды өте көп ішу керек. Өте көп ішу керек. Енді біз мысалы үшін ендігісін алады флегматик. Флегматик өзі организмде су көп. Бұл суды көп талап қылмайды. Бұл суды аз ішу керек. Одан кейінгісі бұл меланхолик. Меланхолик суды өте аз ішеді. Талап қылмайды суды. Енді судың ыстықтығына қарап тоже бөлінеді. Бірінші, холериктер бұл судың ыстығын ішемейді олар. Суды олар мұздай ішу керек. Или холодильникке қойып тұрып, олар прямо мұзымен ішеді суды. Сөйтіп суды ішпесе, оның жаңағы сусын қанбайды. Екінші, сангвиник алсақ, ол да суды өте мұздай ішкісі келеді, яғни холодный ішкісі келеді. Және суды көп талап қылады. Енді флегматик алсақ, ол адам суды өте ішкісі келмейді ол. Ол адамдарға суды аз талап қыладылар. Енді бұның ішінде меланхолик алсақ, меланхолик енді суды бұлар мұздай ішемейді. Бұлар жылы ішу керек, ыстық ішу керек. Енді біз айттық, жаңадағы су бәр нәрсенің құрамына кіреді. Біз мысалы үшін айтып өттік, барлық біздегі өзінің натурасын біледі. Мысалы үшін біз алдық судың натурасы қалай, пиваның натурасы қалай, коньяктың натурасы қалай. Біз өткенде жаңа несін бердік, спискасын. Қазір және көрсетеміз спискасын сіздерде. Әрлігі өзінің натурасын біледі. Натурасы бар. Әрқандай судың. Мысалы үшін коланың натурасы бар. Натура дегенде былайша түсіндірсе энергетикасы бар. Мысалы үшін сулардың составына қарап. Мысалы үшін пиваны алсақ, коньякты алсақ, арақты алсақ. Мысалы үшін пиваны холерик адам ішкенде көп талап қылады. Мысалы үшін біз холерик сангвиниктерді көргенбіз, 4 литр, 5 литр, 6 литрге шейін бір отырғанда ішуі мүмкін. Суды. Яғни пиваның ішіндегі суды ішеді олар. Соны организм көтереді олар. Сонда ғана олардың ішіндегі ыстығы басылады. Оның ішіндегі сусыны қанады. Ендігі алатын болсақ, сангвиник, ол да өте суды көп талап қылады. Енді литрлеп су ішу мүмкін, или олар постоянный суды ішіп тұру керек. Енді кейінгін алатын болсақ, біз флегматик пен меланхолик алсақ, олар суды аз талап қылады. Бұлар мысалы үшін пиваны вообще ішемейді бұлар. Енді мысалы үшін меланхоликті алатын болсақ, ол жарым литрден артық пиваны ішемейді. Ертең жарым литр пива ішетін болсақ, оның уже қабақтары ісіп, денелері ісіп, ертесінде уже пошкасының температурасы шығып, мазасы қашады оның. Соның үшін бұл жерде біз айтпақшымыз, яғни суды қолданған кезде адамның натурасына қаралады. Адамның натурасына қарап, қанша су ішу керек, қандай су ішу керек, қай уақытта ішу керек, барлығы бөлініп отырады. Бұл, конечно, бұның өте қызықтығы бар. Мысалы үшін, бұл халық медицинасында вообще бұның теория жидкости дейді, яғни сұйықтықтар теориясы дейді. Бұл мысалы үшін холерикте желчь көп, сангвиникте қан көп, флегматикте слиз көп, меланхоликте черная желчь көп. Бұлардың бәрі 4 сұйықтық. 4 сұйықтық, бұның ішіндегі, яғни мижазы 4 түрлі болады. Сонда біз судың температурасы, составы, оның мөлшеріне қарап, осы 4 сұйықтықтың регулировкаға келтіреміз. Енді біздің қазір Европа медицинасында айттық, олар судың жаңағы микроэлементтеріне қарап ажыратады қой. Енді халық медицинасында судың яғни натурасына қарап, судың натурасы бар, мижазы бар. Мысалы үшін определенный су болуы мүмкін, ол ыстық болып кетуі мүмкін, ол адамды қыздыруы мүмкін, суытуы мүмкін, ол оның дәміне қарап та бөлінеді. Мысалы үшін суды, если адамзат кислый қылып ішетін болса, мысалы үшін лимон қосатын болсақ, кислый, мысалы үшін малинаның бір нәрсін қосатын болсақ, ол адамның сусының қандырады, яғни ыстығын басады. Егер де оған мысалы үшін тұз салынса, острый нәрселер салынса, горький нәрселер салынса, ол адамның ыстығын көтереді. Яғни адамның темпераментін ыстық жаққа өткізеді деген мәселе. Яғни біз осында қысқа сіздерге мәлімет бердік. Бұл өте қызық тема, және өте үлкен тема. Қазір қысқа мәлімет беріп өттік. Бұнда су ішкен кезде адамның өзінің бірінші темпераментін білу керек. Темпераментіне қарап тұрып, суды қандай ішу керек, қалай ішу керек, қай уақытта ішу керек деген мәселеге өте үлкен көңіл бөлу керек болады. Рахмет.